Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Кеш келген сезім. Кейбіреулердің еркектер маймылдан сәл ғана әдемірек болса болғаны дегенін естісем күлуші едім. Маймыл сияқты еркектің қасында қалай жүресің, қалай жатасың деп. Бағым ба әлде сорым ба білмеймін. Күйеуім сұлу болып жоқты. Бойы ұзын, қасы көзі қапқара жігіттің керімі. Өзімді асқан сұлу санамаймын. Орташалардың қатарына жататын шығармын деп бағалайтынмын. Білмеймін, қай қылығым жаққанын, қыз жігіт болып жүре бастағанда үйленеміз-ау деген ойым болған емес. Ол маған ұсыныс жасағанда таң қалғанмын дарас. Жасым біразға келіп қалған, артқа қайрылуға кеш. Оның үстіне көркем жігіт сөз салып тұрғанда бас тарту мүмкін бе? Құлай сүймесем де, оған деген сезімім бар еді. Кейін келе бауыр басып кетермін дедім де, көзімді жұмып етегінен ұстадым. Отбасылық өміріміз тәп-тәуір басталды. Баста артықшылығы жоқ көрінген керім жігітімде өнер деген жатыр екен. Сұмдық қызғаншақтығынан ығырым шығатын. Қазымырлығы да өз алдына. Бәріне төздім. Ішіп келген күні қанымды қоса ішсе де шыдадым. Жыл аралатып, топырлатып туып тастаған балаларымды әкесіз өсіргім келген жоқ. Ішіп келген күні жаным күнім деп асты-үстіме түсіп алдап, сулап ұйықтататын қулық таптым. Әйтеуір оныма көнгеніне де шүкір. Жаныма қатты бататыны беті жылтыраған қыз қырқынды құр жібергісі келмейтіндігі еді. Білгенін білдім, білсем де білмегенсігенімді қайтейін. Тойға барсақ, бар әйелдің көзі менің күйеуімде. Көздерімен ішіп жеп, өліп кете жаздайды. Батылдаулары өздері келіп, биге шақырып, қылмыңдайды. Вальске шақырғандары күйеуімді белінен ұстап, құшақтап жібергісі келмейтіндігінен де куә болдым. Кейбіреулеріне күйеуім менің көзімді ала бере, көзін қысып, ымдасып жатқанын көріп қаламын, білмегенсимін. Олардың деңгейіне түскім келмейді әрине. Онымды қайдан ұқсын. Саналары етектің айналасынан шықпай қалғандарға сөз де жоқ шығар айтарға. Сұлу болған соң өліп өшетін шығар. Бәрібір маған қайтып келеді ғой. Балаларым тұрғанда қайда барады деп өз-өзімді жұбаттым. Төсек төңірегіндегі әңгіме біз үшін жабық тақырып қой. Ол туралы әңгімені мен құрбыларыма да айта алмаймын. Күйеуім төсекте өте әлсіз. Құрбыларымның әңгімесін аузымның суы құрып тыңдаймын. Оларда бәрі басқаша, бізде керісінше. Күйеуіме емексіп қараған әйелдерге кейде жаным ашиды. Сыртқы сұлулығы төсекте де ұрып тұрады деп ойлайтын шығар. Сөйтіп көбісін қара басады ғой. Сонысына қарамай, бір әйелді де құр жібергісі келмейтін күйеуімнің қылығына таң қаламын. Бірақ олармен басқа шама екен әлде, кім білсін. Соңғы кездері тіптен суып кеткендейміз. Алтын босағамды сақтап қалу үшін білмеген суден де қажыдым, әбден шаршадым. Соңғы әлетте бір түрлі көңілім алабұртып жүрмін. Жұмыста кекселеу келген ер адам маған ерекше көзқараспен қарайды. Кейде арам ойларға беріліп, төсекте от шығар деп ойлап қоямын. Күнәһар ойымнан өзім шошып кетемін. Құрысын деп, қасыма келіп сөйлесе, денем дірілдеп, жауап бере алмай қысыламын. Жұмыс барысы болмаса, қасына жақындамауға тырысамын. Ойынан от шығып, кететіндей болады да тұрады. Ойлап қоямын, егер ол маған сөз айтса, құрысын онысы. Мен үшін бірінші орында отбасым. Ондай күнәға өліп қалсам да бармаспын деймін. Ал күйеуіме қарасам, ләззат атаулыдан жұрдай болып өмірім өтіп барады. Әйел болып ләззатты сезінбеу де қасірет шығар. Қайтем, бәріне көнемде. Ол қандай болса да күйеуімнің көзіне шөп сала алмаймын. Құрметті тыңдарман, осы тақырып жайында өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.